Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің тілдерді оқыту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің оқытушысы Сұрағанова Айгүл Наурызбекқызы. Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы, тарихи танымдық сабақ. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларды Қазақстан халқының тәуелсіздік жолындағы ерлік күресімен, қол жеткен жетістіктерімен қысқаша таныстыру. Қазақстанның өткені мен бүгінгі өмірін салыстыра отырып, өз еліміздің даму тарихын, ата-баба аманатына адал болуға, ерлігінен үлгі алуға тәрбиелеу. Қазақ халқы еркіндікке жету үшін қаншама қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. Ал 1986 жылғы оқиға халықтың есінде мәңгі сақталды. 16 желтоқсанда қазақ жастары орталық алаңға шығып, Қазақстан тәуелсіздігін талап етті. Бұл күн Қазақстан тарихында тәуелсіз Қазақстан Республикасының туған күні деп алтын әріппен жазылды. Сондықтан да желтоқсан бүкіл халықтық мереке. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. 1917 жыл, желтоқсан айы. Күллі адамзат тарихында бұрын соңды болып көрмеген қанқұйлы бірінші дүниежүзілік соғыс әлемді астан-кестен етті. Империялар құлап, дүние қабыл сәт орын алған шақ болатын. Сол шақта қазақтың маңдайына біткен әзиз азаматтары Алаш автономиясын құрды. Қазақ халқының тәуелсіздігін бір табан жақындатып еді. Желтоқсанның 12-сі күні түс ауа, сағат 3-те Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шашылып жүрген қырғыз қазақ жұрты өз алдына ауыл болды. Осы бір кезең, осы бір шақ, бабаларымыз аңсаған атадан балаға мұрадай, ағадан інеге аманаттай тапсырылған тәуелсіз болу арманына жарты қадам қалып еді. Алайда, сол жарты қадамды басып өту үшін 70 жылдай уақыт жабыла жапырса да мұқалмайтын жігер керек болды. 1986 жыл, желтоқсан айы. Қазақты ұлттың ұстыны, елдің ерігі болған азаматтарынан айырған Қызыл империя енді сол құрықты елдің өзіне салуға ниет қылды. Қазақстан Компартиясы орталық комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуын осының айқын айғағы деп түсінді өршіл жастар. Алаш мұрагерлері, қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, қарсылық танытты. Бұл толқу, бұл бұла жастардың бұлқынысы. Әр кезде қоғамда әр түрлі бағаланады. Біреулері көтеріліс десе, енді біреулер бұзақылық актісі деп қана баға берді. Алайда, сол шақ қандай баға берілмесін, бұл тағдыр шешті оқиға еді. Алматының алаңында басталған бұлқыныс Қызыл империяның құлауына себепкер болған Тбилиси, Баку, Вильнюс, Оштағы оқиғаларға ұласты. Алашорда азаматтары жасаған қадамды асқақ рухты азат жастар жалғастырды. Тағы да өз жандарын құрбан етті. 1991 жыл, желтоқсан айы. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді тентіреткен Кеңестік социалистік республикалар одағы атанған империя ыдырап қайтадан алағайда бұлағай шақ туды. Осы сәтте қазақ халқы тағы да тәуетер тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан басталған ұлы көш
500 жылға жуық уақыттан соң өз діттеген межесіне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алды аспан байрағы тігілді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Айман шаһар Алматыдан Арқаның төсіне Астана ауысты. Ол да желтоқсан айы болатын. Желтоқсан айы қазақ үшін қастерлі, кең пейілді киелі ай. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. Орталық тыңдаушысы Сүндетова Аружан Ергешқызы, Алтын бала балабақшасы. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде. Қазақ деген ғажайып халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымын кезінде. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған. Тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Орталық тыңдаушысы Қайырбек Гүлім Оразбекқызы, Алтын бала балабақшасы. Тәуелсіздік аларда. Авторы Әлия Дәулетбаева. Кие бітер хам болсам тақтамаған, бара-бара жан қалмас жақтамаған. Күнәм қалса тарихты кер аударып, салт бойынша өзімді ақтап алам. Бастан шіріп балықта тас болады, шірікті жеп қоғамда мас болады. Ойым жиын патшаның тонын киіп, шаштараздың алғаны бас болады. Қан жалғасса билікте миы кетеді, зәрішсен мезгілін билетеді. Арын, барын, тілін, дінін қош айтысып, ғаламдасу рухынды күйретеді. Тәуелсіздік ұқпасам нарқынданық, қабылдармын қашсам да артын бағып, бергеннің қадірін кеш шықтырмай, тек меңгерер миы берсін алтын балық. Құлпыра бер, жайнай бер, елім менің, жырға толы, нұрға толы байтақ жерім, көркейе түс әлі де Қазақстан, тәуелсіздік құтты болсын деп тілеймін. Назарларыңызға рахмет.